Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер-лигасының кезекті 22-ші тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. 3 қазан күні Петропавлда жергілікті Қызылжар командасы чемпиондыққа үміткер командалардың бірі Ордабасыны қабылдады. Әрине, өткен маусымның чемпионы Ордабасыға қорғанысы мықты Қызылжарға қарсы ойын оңай болған жоқ. Матчтағы есеп біразға дейін ашылмады. Ойынның 73-ші минутында Қызылжардың шабуылшысы Тимур Мульдинов матчтағы екінші сары қағазын алып алаңнан қуылды. 82-ші минутта Ордабасы есеп аша алды. Капитан Асқат Тағыбергеннің көтерген тобын голға айналдырған Орданың украиналық футболшысы Артем Беседин болды. Қорытынды есеп 0-1, Ордабасы 3 ұпайға қол жеткізді. Талдықорғанда жергілікті Жетісу жоғарғы орындарда жүрген семейлік Елімайды қабылдады. Бірінші таймның ортасында Елімай ойыншысы өз айып алаңында қолмен ойнап, Елімай қақпасына пенальти белгіленеді. Оны Жетісудың капитаны Сергіжан Мұжықов сәтті орындады. Ал екінші таймның ортасына қарай өз кезегінде Елімай да 11 метрлік нүктеден гол салатын мүмкіндікке ие болды, бірақ оны мүлт жіберіп алды. Пенальтиді сәтсіз орындаған семейлік команданың бразилиялық ойыншысы Шина болатын. Бұдан басқа да Елімайдың гол салатын көптеген мүмкіндіктері болған, бірақ оның бәрі сәтсіз болып жатты. Ал 84-ші минутта Жетісудың грузиялық ойыншысы Тимур Чогадзе Елімайдың бірнеше ойыншыларының арасында тұрып, оларды алдап, теңселтіп, қақпаға керемет соққы жасады, және ол соққы нәтижелі болды. Қорытынды есеп 2-0, Талдықорғандық Жетісудың жеңісі. 4 қазанда Атырауда жергілікті Атырау мен Түркістандық Тұран командаларының арасындағы матч өтті. Бұл кездесудің фавориті Атырау матчтың басында пенальти тепу құқығына ие болды. Оны Әділбек Жұмақанов сәтті орындады. Ал 24-ші минутта Ринат Жұматов айып соққысын сәтті орындап, ойындағы есепті еселеді. Ойынның соңына қарай алаң иелері тағы да пенальти тебу құқығына ие болады. Оны Николай Сигневич сәтті орындап, Атыраудың 3-ші голын салады. Қорытынды есеп 3-0, Атыраудың ірі жеңісі. Қарағандының Шахтер стадионында Премьер-лигада қалу үшін күресіп жатқан астаналық Жеңіс чемпиондық таластан әлі үміті бар қостанайлық Тобылды қабылдады. Матчтағы есепті Жеңіс ашты. 18-ші минутта гол салып көзге түскен Жеңістің португалиялық шабуылшысы Силва Бруно болды.
Бірінші тайм аяқталар шақта жеңіс ойындағы есепті еселеді. Гол авторы грузин футболшысы Георгий Панцулая. Екінші таймда ойынның 76 минутында Тобылдың португалиялық футболшысы Руи Кошта есепті қысқартып көзге түскен болатын. Екіде бір есебі матч аяқталғанша өзгермей, жеңіс маңызды жеңіске жетті. Ал Тобылдың чемпионат медалін алу жоспарлары іске аспайтын болған сияқты. Турдың орталық матчы Ақтөбедегі Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда өтті. Онда чемпиондыққа үміткер командалар жергілікті Ақтөбе мен Алматылық Қайраттың арасындағы текетірес болды. Матчтағы есеп екінші таймда ашылды және оны қонақ команда ашқан болатын. Гол авторы бұрыштамадан көтерілген допты баспен соғып, гол салған белорус футболшысы Валерий Громыко. Ал Ақтөбе есепті 82 минутта теңестірді. Ресейлік футболшы Ыдырыс Умаевтан пас алған Ақтөбенің панамалық легионері Фредди Гандола қақпаға соққы жасағанда мүлт кетпеді. Араға 7 минут салып, нәтижелі пастың авторы Ыдырыс Умаев голдың да авторы атанды. Қорытынды есеп 2-1 Ақтөбенің жігерлі жеңісі. Енді назарларыңызға 22-ші турдан кейінгі Қазақстан Премьер-лигасының турнир кестесін ұсынамыз. Турнирлік кестенің басында 39 ұпаймен Шымкенттік Ордабасы командасы шықты. Екінші және үшінші орындарда 37 ұпаймен сәйкесінше Ақтөбе және Семейлік Елімай командалары келеді. Қайрат, Астана командалары да көш басынан қатты қалыспауда. Ал кесте түбінде 9 ұпаймен Қарағандылық Шахтер командасы қала берді. Ол осы турдағы Астанамен болатын өз ойынын сырт алаңда 16 қазан күні өткізеді. Сұрмергендер тізімін 9 голмен қазақстандық футболшы Ислам Чесноков және өзбек Жасурбек Яқшыбоев бастап келеді. Бұл ойыншылар осы турда гол салған жоқ. Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан чемпионатының 22-ші тур ойындары бойынша жасаған шолуымыз аяқталды. 23-ші тур ойындары 19 және 20 қазан күндеріне жоспарланған. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.